Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажет жерлерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабатуланың қабырғаларына тисін. Бізге қосылыңыздар, біз сізге ең жақсысын етуге жалғастырамыз. Ал ендеше бастадық. Ұлттық қор балаларға кім, қашан және қанша ақша алады? Ұлттық қор балаларға жобасы 2024 жылы 1 қаңтардан бастап іске қосылады. Қазіргі тиісті заң жобасы парламентке қаралып жатыр. Заң қабылданып, президент қол қойған соң еліміздің кәмелетке толмаған азаматтарына арнайы шот ашылып, жыл сайын ақша аударылып тұрады. Бағдарламаға кімдер қатысады? 18 жылда шотта қанша ақша жиналады? Ақшаны баспанаға және білімге жұмсауға болады ма? Бір үйдің балалары отбасы банктен ортақ депозит аша алады. Толығырақ мына жерден оқи аласыз. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.